Соңғы уақытта жастар арасында күлкі тудыратын шар атауымен танылған затты тұтыну белең алып отыр. Мамандар үрдісті нашақорлыққа бастайтын баспалдақ деп бағалайды. Жеңіл есірткінің жолына тосқауыл қою неге маңызды? Бүгін мәселені сала мамандарымен бірге талдаймыз. Азот медицинада наркоз ретінде қолданылады. Ол науқасқа ешқашан таза күйінде берілмейді. Газ оттекпен араласып, қатаң белгіленген мөлшерде қолданылады. Алайда соңғы жылдары бұл заттың қолданылу аясы медицина шеңберінен шықты. Мамандардың айтуынша, ол сырт көзге зиянсыз көрінгенмен салдары күрделі. Ол еш себепсіз күлкі тудырып, көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Бірақ мұның бәрі 15 минутқа ғана созылады. Сол себепті оны жиі қолдануға тура келеді. Маманның сөзінше алғашқы әсер алдамшы. Шын мәнінде азот тотығын жұту кезінде гипоксия, мида оттегі жетіспеушілігі орын алады. Ал күлкі шарын алкогольмен қолдану есірткіге апаратын қауіпті баспалдақ. Бұл жерде барлығын алаңдататын бір ғана сұрақ туындайды. Тәуелді адам қауіпті заттан бас тарта ала ма? Өздігінен қиын, ең тиімді және дәлелденген жол реабилитация. Ол жарты жылға жуық уақыт алады. Әлемдегі тәжірибені тарқатсақ, ақшта осы газдың кесірінен өлім жітім 6 есе артқан. Себебі бұл дүние жүрек қызметін әлсіретеді. 2010 жылы азоттың салдарынан өлімге әкелген уланулар сирек кездесетін. Алайда кейінгі 13 жыл ішінде күрт өсім байқалған. Осы кезеңде барлығы 15 пен 74 жас аралығындағы 1240 адам қайтыс болды деген дерек бар. Ғалымдардың пікірінше, көрсеткіштің өсуіне интернеттегі сатылым себеп, өйткені психотропты дүние көптеген елде қауіпті зат ретінде бақылауға алынбаған. Қазақстандағы ахуалда осыған ұқсас. Азот тотығы елімізде есірткі немесе психоактивті заттардың тізіміне енбеді. 2023 жылы ол күшті әсер ететін зат ретінде танылғанмен, қолдануға заң жүзінде тыйым салынған жоқ. Мұндай шешім кәсіпкерлерге белгілі бір деңгейде еркіндік бергенінде түсінікті. Бүгінде мұндай шарды түнгі клубтан, сондай-ақ телеграм арналар, инстаграм және тикток сияқты әлеуметтік желі арқылы табуға болады. Ал бір шар бағасының шамамен 2000 теңге болуы оны кез келген оқушы немесе студент үшін қолжетімді етеді. Бұл ретте Ұлыбританияның бастамасы үлгі. Ел 2023 жылы азот тотығын есірткі заттары қатарына қосып заңды қатайтты. Көршілес Ресейде 2021 жылы оған толық тосқауыл қойды. Бізде де мәселе биліктегілердің назарынан тыс қалған жоқ. Мәжіліс депутаттары дабыл қағып, бақылауды күшейту жөнінде премьер-министрге сауал жолдаған болатын. Содан кейін жақында жауапкершілікті көздейтін заң қабылданды. Ол биылдан бастап қолданыста. Биылдан бастап азот тотығы заң жүзінде толық бақылауға алынады. Оны заңсыз сақтау, сату және тарату енді әкімшілік жауапкершіліктен қылмыстық жауапкершілікке ауысады. Сонымен қатар 2026 жылдан бастап қорғау органдары азот тотығын заңсыз пайдалану фактілері бойынша тексеру жүргізетін болады. Білім беру саласында алдын алу шаралары айтарлықтай күшеймек. Мектептерде биология пәнінің базалық мазмұнына тиісті тақырыптары енгізіліп, оқушыларға газдың қаупі мен денсаулыққа әсері толық түсіндіріледі. Сондай-ақ бірыңғай тәрбие бағдарламасы шеңберінде сынып сағаттары өтетін болады. Дегенмен мамандар ата-аналарға ең алдымен балаға көбірек көңіл бөлуді ескертеді.